Так, келесі сабағымыз балдар энергия. Вот біз білеміз, енді механикалық энергияны екі түрге бөледі. Бірі кинетикалық энергия, ол жылдамдықтағы дененің бойындағы энергия. Ол mv квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Екінші потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия ол жерден h биіктікте орналасқан денеде болады. Ол mgh-пен анықталады. Немесе деформацияға ұшыраған серіппенің бойында болады. Ол kx квадрат бөлінген 2, да? X дегеніміз деформацияның шамасы. Енді осыған байланысты есептер шығарамыз. Есептерді көрсетейін. Қазір қандай есептер екен, не? Одан кейінгі есептер. Бірінші есебіміз 26-ның 3-і дейді балалар, 26-ның 3-і. 26-ның 3-інде бізге былай дейді есеп. Массасы 300 грамм тас башнядан горизонтал бағытта белгілі бір жылдамдықта лақтырылды. 1 секунд уақыт өткенде тастың жылдамдығы горизонтпен 30 градус бұрыш жасады. Осы кездегі тастың кинетикалық энергиясын тапты. Бұдан жазамыз. М тең болады 300 грамм. Т 1 секунд уақыт өткенде дейді. Альфа 1 деген бұрыш 30 градус болады дейді. Осылай болса, осы нүктедегі оның кинетикалық энергиясын табу керек. Вот не. Вот белгілі бір биіктікте тас лақтырылды, да? Мынау міне V0x деген. Оның траекториясы төмен қараған парабола болады, солай ма? Белгілі бір 1 секунд уақыт өткенде V0x деген ол өзгермейді ғой, біз білеміз, Міне жерінде ол VY болады, да? Жылдамдығы осы екеуінің қосындысы болады ғой, міне. Бізге осы мына V жылдамдық тау керек, V1-ді. VY1 деген, да? Енді бұлай қарай тауға болады, міне жерде, міне. VY1 тең болады V0Y қосылған GT1 деген. V0Y1 дегеніміз, мынау төмен қарай түсетін алғашқы жылдамдық жоқ. Ол нөлге тең. Осыдан орнына қоятын болсақ, тең болады 10 көбейтілген 1, тең болады 10 метр секунд болады. Енді VY1-дің V1-ге қатынасы ол синус 30 градус болады. Немесе бұдан V1 тапсаң, V1 тең болады VY1 бөлесің синус 30 градус, да? Тең болады 10 бөлесің 0,5-ке тең болады 20 метр секунд. Енді осыдан кинетикалық энергиясын табатын болсаң, ол mv1-дің квадраты бөлінген 2 ғой. Орнына қоямыз жаңағы, да? 0,3 20-ның квадраты бөлеміз 2-ке тең болады 60 жоул болады екен. Солай ма? 60 жоул болады. Осылай бір есебіміз шықты, Келесі есебіміз ол бізде 26-ның 5-і. 26-ның 5-і. Оқимыз есепті 26-ның 5-ін. Бұлай дейді, горизонтал бағытта 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған массасы 1 килограмм дененің оның қозғалысының 4 секундының соңында кинетикалық энергиясы қанша болады деген осындай секунд. Сонда жазамыз V0x 20 метр секунд. Массасы 1 килограмм. Т 4 секунд уақыт өткенде соңындағы нүктедегі кинетикалық энергиясын табу керек. Бұл жаңағы алғашқы суретпен бірдей сурет сызамыз да, былай қарай. Мынау жаңағы V0x. Бұл былай қарай кеп түседі, да? Бұл 4 секунд дегенді міне жерде болды дейік. V0x өзгермейді. VY мынау. Екеуінің қосындысы мынау жаңағы V болады. Енді осыдан V-ны табайық біз. VY дегеніміз бізде V0y плюс 7 ғой.
Бұл 0 нөлге тең ғой, мына жердегі жылдамдық нөлге тең төмен қарай бағытталған. Сонда ол 10 көбейтілген 4 тең болады 40 метр секунд болады да. 40 метр секунд болады. Енді b-ны табайық. b тең болады. Пифагормен табамыз ғой. b y-тің квадраты қосылған b0 x-тің квадраты болады да. Тең болады 40-тың квадраты қосылған 20-ның квадраты. Тең болады, бізде неше болады? Турасында 2000 болады да. Түрден шығармайық, өйткені қазір бізге b квадрат қайта керек болады ғой. Метр секунд болады. Енді кинетикалық энергиясын табайық да. mb квадрат бөлінген 2 тең болады. Массасы 1, 2000 квадрат турасында 2000, 2 болады, тең болады 1000 джоул болады, е? 1000 джоул болады. Келесі есебіміз бізде 26-ның 7-сі деген есебі да. 26-ның 7-сі есебін шығарып көрейік енді. 26-ның 7-сінде оқимыз, да? 100 метр биіктіктен горизонтал лақтырылған дененің жерге түсер кезінде кинетикалық энергиясының шамасын тап. Дененің массасы 0,5 кг, алғашқы жылдамдығы 10 метр секунд деген. Суреті жаңағымен бірдей, да? Суреті жаңағымен бірдей, ботаны жоғарғы суретті пайдалануға болады. Немесе былай жазуға болады, е? Бұл не жаңағы суретті v0x ол бетіп түсетін жерге. Осы кездегі түскендегі жылдамдық b болады деген сөз, да? Жерде t1 деген уақыт, t2, t1 еркін төмен қарай құлағанда t1 деген уақыт, былай қарай t2 деген уақыт болса, екеуі бізде тең болады. Осыдан біз жазамыз, да? H тең болады 5 t1-дің квадраты, да? H деп отырған мынау оны. Мынау H деп отырған. 5 t1-дің квадраты. Осыдан t1-ді тапсақ, t1 тең болады турасында H бөлінген 5 болады, да? Немесе ол бізде тең болады нешеге тең болады? Турасында 100 бөлінген 5, немесе ол турасында 20 секунд болады, да? Енді by деген табайық. by ол бізде g-t1 ғой. by g-t1. Ол міне жердегі мынау ғой by деп отырған. by-ы, мынау жаңағы b0x-і, да? От екеуінің қосындысы мына b болады дегіз, Енді ары қарай есептейтін болсақ, gt немесе мынау 10 турасында 20 болады. 20 деп отырғанымыз секундты ғой, t1. Енді b квадрат табайық. b квадратың ол b0x-тің квадраты қосылған by-тің квадраты, да? Екеуінің квадраты ғой, пифагормен табамыз. Сонда тең болады 10-ның квадраты, қосамыз 10-ның квадраты 100, көбейтеміз 20, тең болады, бұл 2100 метр секунд. Метр квадрат бөлінген секунд квадрат болады, Енді кинетикалық энергиясын табатын болсақ, кинетикалық энергиясы тең mb квадрат бөлінген 2, да? Орнына қоямыз. m 0,5 b квадрат дегенге 2100 бөлеміз 2-ге. Тең болады, ол 525 джоул болады. 525 джоул болады екен, да? Бұл 26-ның 5-і, да? 26-ның 5-і. Осымен біздің сабағымыз бітті, балалар, назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.